Құрметті үкімет мүшелері, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жастар саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылып отыр. Заң жобасы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевтың Жас отан жастар қанатының бірінші съезінде берген тапсырмасына сәйкес әзірленді. Заң жобасының мақсаты жастардың әлеуметтік, экономикалық дамуына көмектесу, олардың мемлекеттік пен қоғам өміріне белсене қатысуына жағдай жасау. Міндеттері нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыру, студенттерді баспанамен қамтамасыз етуге жәрдем көрсету және жастардың ресурстық орталықтарын құру. Мемлекеттік жастар саясаты туралы заңға және білім туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделуде. Жастар саясаты туралы заңнамаға түзету енгізу мәселелері бойынша арнайы сайт талқыланды, оған 1000-нан астам ұсыныстар келіп түсті. Заң жобасында үкімет пен өкілетті органның құзыреттері анықталады және кеңейтілді. Басқа да орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың құзыреттері нақтыланды. Заң жобасында бір қатар жаңалықтар енгізу ұсынылды. Мысалы, студенттерді баспанамен қамтамасыз ету, білім алушылар мен білім алу үшін көлікті жеңілдікпен жүру, аймақтарда жастар саясаты мәселелері бойынша өкілетті органдар құру, дарын мемлекеттік сыйлығының заңнамалық тұрғыда бекіту және тағы басқа. Осы мәселелер барлығы әкімдермен келісілді. Заң көптеген ұғымдар толықты. Атап айтқанда, жастар мен жастар ұйымдарына арналған әлеуметтік инфрақұрылым және әлеуметтік қызмет деген ұғымдар енгізілді. Сонымен қатар, аймақтардағы басшыларға тікелей қатысты түзетулер туралы айтып кеткенім жөн деп ойлаймын. Мысалы, өңірлерде жастар саясатымен айналысатын өкілетті органдардың құру қарастырылған. Жергілікті атқарушы органдарға жастар мен жастар ұйымдарына арналған ресурстық орталықтар форматта мемлекеттік ұйымдар құру құқығы беріледі. Осыған байланысты жеке бап қосылды. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті қайта қаралды. Жастар ісі жөніндегі жергілікті кеңестің қызметін күшейту көзделіп отыр. Заң жобасының іске асыру үшін 2012-14 жылдарға 2,14 миллиард теңге қарастырылған. Заң жобасы барлық мемлекеттік органдарда және президент әкімшілігінде пысықталды. Заңды қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.